Қарлығаштың құйрығы неге айыр? Қазақ халық ертегісі. Ертеде қазақтың кен даласында, асқар таулардың арасында бір айдаһар өмір сүріпті. Ол әлсізді талай жалмап, жазықсызды қан қақсатқан қатыгез патша екен. Жылдар өте береді, уақыт ешкімді аямайды. Бір күні айдаһар қартайып, қатты сырқаттанып қалады. Тыныс тартылып, көзі бұрынғыдай от шашпайды. Нөкерлері абыржып: Енді не істейміз? Патшамыз әлсіреп барады, деп сасады. Сонда біреуі: Анау қу түлкіні шақырайық. Ол түрлі дертке ем табады, дейді. Түлкі келіп айдаһардың тамырын ұстап көреді. Сәл ойланып: егер тәтті жылы қан тапсаңыздар, патшаңыз жазылады, дейді. Айдаһар әлсіз дауыспен: кім маған сондай қан әкеледі? деп гүрілдейді. Сонда нөкерлердің арасынан маса шығады. Мен табамын. Менен асқан қан іздеуші жоқ, дейді ол мақтанып. Қолына кішкентай шөлмегін алып, ұшып кетеді. Алдымен елікті шағып көреді. Жоқ, мынау емес. Ол жарамайды. Есекті шағады. Мұның да қаны татымсыз. Сонда оның көзі бесікте жатқан нәрестеге түседі. Мынау жылы, тәтті қан болар, деп арам ойланады. Ұшып барып сәбиді шағып алады. Бала шырылдап жылайды. Осы манда әрдайым адамдарға жақсылық тілеп жүретін нәзік қарлығаш бар еді. Ол баланың даусын естіп: бұл не сұмдық? деп көкке самғай ұшады. Көп ұзамай масаны қуып жетеді. Тоқта, зұлымдық жасағаның жетер, дейді қарлығаш. Жолымнан кет, деп ысқырады маса. Бұл қанды айдаһарға апарамын. Адам баласына зиян келтірмейсің, дейді қарлығаш батылдықпен. Екеуі әуеде айқасып кетеді. Қарлығаш масаны айдаһарға жеткізбей тоқтатпақ болады. Сол сәтте ашуға булыққан айдаһар: бұйрығымды боздың ба? Айдаһар оның құйрығын тістеп қалады. Қарлығаш сытылып шығып үлгереді, бірақ құйрығының ұшы жыртылып, айыр болып қалады. Кішкентай ғана құс болса да, адам баласына адал дос болыпты. Зиянды жәндіктерді ұстап, балаларды қорғап жүреді екен. Міне балалар, кішкентай болсан да, жүрегін батыл болса, үлкен жақсылық жасай аласың. Зұлымдыққа қарсы тұру нағыз ерлік, ал мейірімділік пен батылдық әрдайым жеңіске жеткізеді.